Расында Алла Субхана ва Тағала адамдарға деді, мынау таңның атуы бар, күннің шығуы бар. Осы аралықта Алла Тағала сол күннің ризығын бөледі дейді. Бөлінеді, ризық бөлінеді. Басқаңды доляңды аласың сол жерде. Бұл қандай уақытта? Таң атуы бар. Таң атқанда барып, таң намаз уақыт кіреді, білесіздер. Таң ату мен тулуға шамс деп атқан күннің шығуының арасындағы уақыт. Осы аралықта ризықтарың бөлінеді дейді. Бүгінгі күніңнің ризығы қалай болады саған? Доляңды алып қал деп жатыр да Расул салам. Сөзде жатып ұйықтап жатқан болсаң, онда бүгінгі баракатынан махрум қаласың сен. Сосын жүресің, жеткізе алмай қиналдым дейсің, не болып кетті дейсің, сұрап атын болмай жатыр дейсің. Аллаға мен не жаздым деп қоясың арасында.